Сәлеметсіңдер ме оқырмандар? Параграф 53 көліктің пайда болу тарихы. Бірінші оқылым тапсырмасы. Мәтінді түсініп оқыңдар. Өткен сабақтағы сұхбаттан бұл мәтіннің құрылымында қандай айырмашылық бар екеніне назар аударыңдар. Көліктің пайда болу тарихы. Адам баласы ежелден қысқа мерзімді ұзақ қашықтыққа жету, өз жұмысын жеңілдету, еңбек өнімділігін арттыруды армандаған. Олар жолаушы және жүк тасымалдау үшін механикалық құрылғылар жасай бастады. Ең алғаш өздігінен қозғалатын бумен жүретін көлік 1769 жылы Францияның соғыс министрі Этьен Франсуаның тапсырмасымен құрастырылды. Бұл көлігін Николас Жозеф Кагнот пен әскери механик Брезин Парижде құрастырып шығарды. 5 тоннаға дейін жүктеуге болатын бұл көлік сағатына 4 шақырымды ғана бағындыра алатын еді. Көліктің осал жері тежегіші болған. Осының кесірінен бірнеше рет жол апатына ұшырап, нәтижесінде 1771 жылы көлікті шығару тоқталған. Соған қарамастан Кагноттың көлігі тарихтағы ең алғашқы көлік болып саналады. Ал жанармаймен жүретін алғашқы көлікті жасап шығарған Карл Бенц. Ол 1885 жылы 3 дөңгелекті 3 орындықты көлік жасап шығарды. 3 дөңгелекті көлік ыңғайсыздау болған соң 1893 жылы қозғалтқышы 3 ат күшіне тең 4 дөңгелекті автокөлік ойлап тапты. Ол Мерседес-Бенц көліктерінің атасы, тұңғыш шығарушысы. Қазіргі көліктердің күші 40 аттың күшіне тең. Бұл мәтіннің өткен тақырыптағы мәтіннен ерекшелігі, өткен тақырыптағы мәтін екі жақты әңгіме, яғни диалог түрінде жүзеге асқан болса, ал бұл мәтін бір жақта баяндалған. Енді сұрақтарға жауап берейік. Өздігінен жүретін алғашқы көлікті кім ойлап тапты? Оны Кагнот пен әскери механик Брезин Парижде құрастырып шыққан. Екінші, жанармаймен жүретін алғашқы көлікті жасап шығарған кім? Жанармаймен жүретін алғашқы көлікті шығарған Карл Бенц 1885 жылы 3 дөңгелекті 3 орындықты көлікті шығарды. Үшінші, қалай ойлайсыңдар, көліктің адамзатқа зиянды жағы бар ма? Көліктің зиянды жағы түрлі техникалық ақаулардан және жол қозғалысына байланысты апаттар адам өміріне қауіп төндіреді. Енді тілдік бағдар бойынша сын-есімдер мағынасына қарай екіге бөлінеді. Сапалық сын-есімдер, қатыстық сын-есімдер. Негізгі сын-есімдерден жасалып, заттың сынын тікелей анықтайтын сын-есімнің түрі сапалық сын-есім деп аталады. Мысалы, жасыл, қызғылт, әдемі, қысқа тағы басқа. Заттың сынын басқа сөз таптарының зат есім, есімдік, етістік, үстеу, қатысы арқылы білдіретін сын-есімнің түрі қатыстық сын-есім деп аталады. Мысалы, түнгі, таулы, көрікті, алғыр, аяулы. Байқап тұрсаңыздар, бұл жерде басқа сөз таптарына жұрнақ жалғану арқылы жасалған сын-есімдер. Яғни түн түбірі г жұрнақ арқылы, тау деген зат есімге л деген жұрнақ жалғану арқылы сын-есімге айналып отыр. Енді екінші тапсырма. Мәтіннен сын-есімдерді тіркескен зат есімдермен теріп жаз, мағыналық түрлерін ажыратыңдар. Ұзақ сапалық сын-есім, механикалық қатыстық сын-есім, 3 дөңгелекті қатыстық сын-есім, 3 орындықты қатыстық сын-есім, тағы басқа. Үшінші тапсырма. Суреттегі көліктердің атауларын даму реті бойынша орналастырыңдар. Сын-есімдерді қатыстырып, оларға сипаттама жазыңдар. Бірінші арба, екінші күйме, үшінші 3 дөңгелекті көлік, төртінші Мерседес автокөлігі, бесінші BMW автокөлігі. Ертеде ағаш дөңгелекті арбаларды тұрмыста көп қолданған. Күймеге бай ауқатты адамдар отыратын болған. 3 дөңгелекті көлік сағатына 4 шақырым жылдамдықпен жүрді. 1893 жылы 3 ат күшіне тең 4 дөңгелекті автокөлік шықты. Төртінші тапсырма. Көлік жасау тарихы туралы ізден, Карл Бенц туралы қызық мәліметтер жинаңдар. Карл Бенц 1844 жылы дүниеге келді. Карл өзінің алғашқы көлігін 1886 жылы ойлап тапты. Оның алғашқы көлігі небәрі 4 км сағатпен жүрді. Бесінші тапсырма. Жеңіл көлік түрлеріне сипаттама беріп кестеге жазыңдар. Қоғамдық көліктер, автобус, троллейбус, ауыр салмақты көтеруге арналған. Жарыс көліктері, жылдамдығы жоғары, жеңіл болады. Жеңіл автокөліктер жеке адамдар қолдануға арналған, жеңіл болып келеді.